Құрметті брифинг қатысушылар, су тасқыны қарсыларын үйлестіру және су тасқынының кезеңінде салдарын жою мақсатында облыс әкімінің басшылығымен өңірлік жедел штаб құрылып жұмыс істейді. Штаб құрамына барлық мүдделі мемлекеттік органдар, соның ішінде төтенше жағдай департаменті мен полиция департаменті басшылары кірді. Қазгидромет филиалының мәліметіне сәйкес, биыл облыс бойынша топырақ өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай аз қатқан. Облыс бойынша орташа 107 см, 24 жыл бұл 178 см болған. Өткен жылмен салыстырғанда облыс бойынша жауын шашын мөлшерін былтырғы көрсеткіштен 1,5 әр өңірде 2 есе дейін аз. Өздеріңіз білетіндей, облыс аумағында су тасқынының кезеңі 2 фаза өтеді. Оның біріншісі қардың еруі, наурыздың 2-3 онкүндігі, екінші фазасы сәуірдің 2 және 3 онкүндігі. Су қоймаларының жоғары Ертіс каскадынан Бұқтарма, Өскемен және Шуба су қоймаларының, сондай-ақ Сілеті су қоймасынан ол Ақтоғай ауданы Жолақсор ауылына тиісті, және Ақжар бөгетінен Қарағанды облысына ол енді Ащысу өзенінің бойымен Баянауыл ауданы деп білесіздер. Акиматами городов и районов совместно с сотрудниками УЧС и участковым полицией проводятся рейды по информированию населения о проводимых противопаводковых мероприятиях, обходы и сходы. Необходимости очистки от снега придомовых территорий Управление энергетики ЖКХ области совместно с отделами ЖКХ районов ведется ежедневный контроль вывоза снега со сельских населенных пунктов. Всего по состоянию на 20 марта вывезено более 700 тысяч тонн снега. Проведена работа по открытию водопропускных труб на дорогах республиканских мест значения. На данный момент открыты 100%. С учетом паводка 2024 года совместно с акиматами городов и районов скорректирован перечень населенных пунктов области, потенциально подверженных подтоплению в весенний период, согласно которому в области имеется 36 населенных пунктов, которые расположены в рельефных низменности местности. Ранее произведена работа благоустройства 3 котлованов и 2 водоотводящих траншей с общим объемом 2000 кубометров в селе Жилаулы, Ақтоғайский район. Как вы знаете, там в прошлом году был как раз один из таких сел, который был подвержен и пострадал паводок. Также проведены взрывные работы по рыхлению и дроблению льда на реке Селита. В дальнейшем планируется разведка льда для решения потребления села Шолақсор Ақтоғайского района. Алдағы 20 жылғы су тасқынының кезеңіндегі елді мекендерді су басу қаупін азайту мақсатында былтырғы жылы 24 жылы 18 маусымда облыстық су тасқынының кезеңінде 4 кезеңде өтуге дайындығы жөніндегі 20 жылға арналған кешенді іс-шаралар жоспары құрылды. 20 наурыз жағдайы бойынша кешенді жоспарлардың 36 іс-шарасының 27 іс орындалды. 3 іс-шара су тасқыны жағдайы нашарлаған кезде өткізілетін болады. Әскери қызметшілердің авариялық құтқару жұмыстарына тарту, халықтың эвакуациялау кезінде қоғамдық тәртібін сақтау, қамтамасыз ету, мүлікті ұрлау және тонау факторын алдын алу. 6 іс-шара ұзақ мерзімді сипатқа ие. Инженерлік жұмыстар аясында барлығы 18 км қорғаныс бөгеттері тұрғызылды, нығайтылды. Қосымшама 24 су өткізу құбыры орнатылды, 4 шақырым бұру каналдары жөнделіп салынды. Шамамен 7-8 шаршы километр өзендердің тереңдету жұмыстары жүргізілді. Қалалар мен аудан әкімдіктерінің төтенше жағдай департамент қызметкерлерінің бірлесіп алдағы су тасқыны кезінде дайындық жұмыстарын жүргізуде. Жалпы саны 2386 адам тұратын қызметкері мен құралымдарды күштері мен құралдары топтастырылды. Сонымен қатар су тасқынын алдын алу, болжау, қоймаларын судың барынша көп жіберілу бақылау мақсатында Қазақстан ғарыш сапары тасқын жүйесін әзірлеп, бұл жүйе пайдаланушылар автоматтандырылған режимде су қоймасына, су ағынын болжауға, көктемгі су моделдеуге мүмкіндік береді. Ертістің арнасы бойынша гидропосттар бізде бар. Су тасқынына қарсылары күнделікті біздің бақылауымызда. Сіздер білесіздер, өткен осы аптадан бастап ауа температурасы көтерілуіне байланысты әр аймақта бір жағдай болған кезде осы біздің назар аударатын жұмыстар
жедел түрде қолға алынып іс-шаралар қабылданып жатыр. Осымен біздің қысқаша мәліметіміз, менімен бірге осы жерде біліп қарап отырсыздар, біздің басқармалардың басшылары және төтенше жағдай басқармасының басшысы Амрин Рустамбек нұрланып отыр. Одан басқа мобилизация управлениенің басшысы Қанат Каримов отыр, тағы да басқа управлениенің басшылары отыр. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге біз дайынбыз. Рахмет. Рахмет, офицер. Следующий, коллеги, ваш вопрос, пожалуйста. Да, первый вопрос, вы сказали, более 30 населенных пунктов, да, поддерживают? 36 населенных пунктов. 36. Из 52 мы оптимизировали 36. Есть те, которые заслуживают наибольшего внимания? Например, 5-10? Ну, я скажу так. Я же, как отметил в своем выступлении, у нас есть два этапа прохождения паводкового периода. Первый – это когда активное снеготаяние, которое сейчас мы наблюдаем. Вторая фаза – это когда у нас по руслам реки, конечно, Иртыша, и плюс реки Аш-Су, Баянорская, это граница Карагандинской области, там находятся два у нас гидросооружения, Каратоха и Ахжар, которые вы слышали с информационного поля. Позавчера был облет, встреча с руководством Карагандинской области и синхронизировали наши общие мероприятия. И третье, это у нас это акватория реки Селитинка, которая захватывает одно село, это Шулахсор. То есть сейчас сказать, что у нас конкретно 36 сел мы определили. Почему 36 сел? Чтобы вы понимали, мы сейчас будем разрабатывать план детальной планировки. Олардың градостроительной документации будет. И с учетом уже новых требований, которые выходят. Вот в прошлом году был пик паводка, да? И в каждом регионе у нас были села, где, вот, допустим, грубо скажем, тоже Белоусовка, в Успенском районе. В этом году там более-менее, но там в прошлом году был тоже, со степи вода пришла. То же самое, скажем, вода пришла в прошлом году в Узунсу, в Иртышском районе, Тохта, в Иртышском районе. То есть все эти села сегодня находятся, охвачены нашим вниманием в перспективе разработки ПДП, план детальной планировки с учетом паводкового периода. То есть это накопители или восстановление старых гидросооружений в виде котлованов, чтобы, объективно последние 10 лет этим вопросом серьезно не занимались, потому что и паводков нет. Прошлый год дал нам, скажем так, острый сигнал. Оның керектігін былтыр жыл көрсетті ғой бәрімізге, оны жоқтап айтуға болмайды. Поэтому сейчас сказать, что, конечно, на контроле находятся реки, которые находятся, вот, допустим, Шулахсор, это Селитинка, Аш-Су, это там 8 сел Баянорского района, начиная с Атпаева, Тендік, Кокдомбақ, Жанажол, Бірлік и Торайғыр. Если со стороны Караганды и с другой стороны, это у нас Харатомар и Жанатлек. То есть Изумблак со стороны, все с Карагандинской области границы. Мы сегодня объективно видим картину, что на границе Карагандинской области идут два перелива было на республиканской трассе. Это все со стороны Карагандинской области, буквально на границе Карагандинской области. Поэтому все села, которые требуются, они в какой-то степени должны быть во внимании наших исполнительных органов и совместно с департаментом ЧС и его подразделением в районах. По переливам трасс занимается Казавтожол, правильно? Вот смотрите, есть у нас дороги республиканского значения, областного, районного, и эти все дороги знают свое конкретно у каждого подрядчика. Казавтожол, вот республиканская трасса, это зона ответственности Казавтожол. Конечно, соответственно, департамента ЧС и нас как МИО. Вот вы знаете, два перелива было оперативно приняты меры, в течение часа выставлены были посты, организован без такой проезд, и одновременно Казавтожол совместно с ДЧСом и МИО проводили работы, чтобы эта вода... Там почему перелив получился? Вот, допустим, в первом случае, конечно, который был в Шевертах, там большой поток воды, пришел активная температура, и сопок вода, и пошла там, где работала переливная труба, она не справилась. Во втором другой случай был, что пришло вместе с водой пришла снежная масса. Трубы были открыты, они немного затор сделали, но мы в течение, допустим, если брать 217-218 километров республиканской трассы, в течение 2 часов были ликвидированы, в 8-9 утра мы ни на минуту не останавливали движение. С двух сторон поставили посты, там где-то порядка сначала 150, потом 40 метров осталось, и, соответственно, регулировалось движение. Вы знаете, да, когда стоит
блокпост выставлен, сотрудники дорожной полиции с мигалками, то есть человек, который едет по трассе, уже видит, что какой-то есть, значит, ограничительные меры, мигалка стоит с двух сторон, и ни на одну минуту мы трассу не закрывали, не останавливали. Хорошо, понятно. После Лужного Аула, учитывая то, что в прошлом году там было очень много сделано, есть ли шанс, что в этом году от паводков оно не пострадает вообще? Практически, я скажу, да, не пострадает, потому что накопитель 3 пруда, это 200 тысяч кубов, это как раз, там же нет у нас русла реки, это все, которые собираются с акватории прилежащей территории, с учетом уклона местности, там было 3 и отводные каналы сделаны, и 3 водоприемных котлована сделаны. И последний вопрос. По суммам, какую сумму в этом году потратили на противопаводковый период из бюджета и насколько она выросла по сравнению с прошлым годом? Я вам скажу так, целевые деньги, они были распределены по-разному. Если просто брать этот жаловод, там, помните, 5 домов построили, это были все внебюджетные деньги, это 125 миллионов тенге, это, вы знаете, единственный регион, в котором мы не привлекали бюджетные средства. А на устройство котлован тоже были внебюджетные средства использованы. Поэтому на вывоз снега в каждом регионе есть такое мероприятие, неотложные мероприятия оттуда. То есть в этом году порядком выше сумма. Насколько? Ну, я скажу, 2,5 раза больше будет подготовка. Ну, сейчас я точно по вывозу снега не могу сумму назвать, а в целом я говорю, что в этом году на все мероприятия, которые инженерные мероприятия, порядка где-то 600 миллионов было, больше 600 миллионов выделено. И еще один вопрос для ЧС. По самим работам, которые проводились, нам буквально сегодня скидывали пресс-релиз, какую сумму тратили на самые работы и как часто они проводятся? Рахмет за вопрос. Хочу отметить, что взрывные работы были организованы и проведены акиматом и управлением по чрезвычайным ситуациям Актугайского района. В ходе взрывных работ было затрачено порядка 150 взрывчатых веществ, 4 участка были взрыхлены, это порядка 60 лунок было проделано. И непосредственно департаментом выдвинулась сюда оперативная группа спасателей, которые на 2 участках провели резку льда, что в свою очередь должно снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, заторов непосредственно перед селом Шалахсор и безопасно пропустить воду. В прошлом году резка льда проводилась, но в силу того, что у нас предварительный гидрометеорологический прогноз данные направления поставил в зону рисков, было принято оперативным штабом областным решение, что необходимо дополнительно провести превентивные мероприятия для минимизации рисков возникновения чрезвычайной ситуации именно на этом участке. Я думаю, то, что на этом участке также акиматом Актугайского района был проведены работы по дноуглублению. В целом, в комплексе, я думаю, это положительно эффект покажет. В прошлом году таких работ не было. Взрывных именно работ не было, резко когда была, взрывные работы это в этом году проведены. Еще одно уточнение. На случай чрезвычайной ситуации в бюджете области есть определенный бюджет? Конечно, у нас Какой он? У нас вот он не только на случай ЧС, у нас есть резерв местных исполнительных органов, который состоит из неотложных и ЧС. Поэтому у нас сумма там от 5% от суммы бюджета области. Поэтому сумма очень серьезная. Мы же понимаем, не только у нас паводки, у нас же еще есть другие природные катаклизмы. Допустим, 2 года назад, помните, был очень большой у нас ветер, который превышал 25-30 метров в секунду, и 76 объектов соцкультбыта пострадали в ноябре месяце. Помните, да, это? Да. И были экстренные меры приняты, и мы до Нового года все эти, через принятие совместные действия с ДЧС были приняты и объявлены чрезвычайная ситуация объектового характера в каждом регионе. И эти деньги мы используем по назначению. Они до конца года
чтобы вы понимали, бюджетный кодекс, до конца года мы не имеем права их ни в другой тратить. Если они остаются неосвоенными, они не являются, значит, скажем так, отрицательным фактором неосвоения. Они могут перейти свободно на следующий год. То есть мы не можем предугадать, когда катаклизм будет 20 декабря, или, то есть до конца года эти нетронутые деньги. Мы их не уточняем, они остаются в резерве. Қарағанды облысына келетін қауіп қаншалықты ол көрші Өте орынды сұрақ. Біз бұны болжап отырмыз. Өте орынды сұрақ екенін айтайын. Бұл 15-ші жылы, сіздер білесіз, Баянауылы 3 жақтан жолы кесілген. Енді білесіздер ғой, бұл Баянауылдың шыға берісі 95-105 километр. Жаңа жол жуу, сосын біз мына Баянауыл шығатын жол болмайды, Қарағанды жағы жуып кетті ана ненің теңдіктен тауып. Сондықтан биыл болжау бар. Қарағандыда қардың биыл түскен қалыңдығы 1,5 есе көп. Сондықтан өткен жұмада біз Баянауылдың облыс әкімі Баянауыл ауданынан және Қарағанды облысының әкімшілігімен Ақжар су қоймасы барып көрді. Ол жердегі бүгінгі жағдай бойынша қауіп жоқ сияқты, но бірақ та қауіптің ең бір үлкен мәселесі ол Баянауылдың суері мен Қарағандының суері бірге сәйкес келмеу. Биыл жыл айтайық, Баянауылдың өзінің суері қазір ерте өтіп жатыр. Ол бізге үлкен плюс. Екеуі қосылған күнде, сіздер білесіздер, ең бірінші келетін ауыл ол Сатпаев ауыл. Ол жерде жақсы бөгет жасалған, габион сеткемен істелінген, ол жерде қауіп жоқ, 4 метрлік. Одан ол су айналып отырып, тендікпен, ана білесіздер, тендікпен Мұса Шұрманның несімен, кесенесімен ауылдың ортасына өтеді. Бұл жерде қауіп болатын, ол жерде республика трассасында мост тұр. Ол жерге біз ең жоқ дегенде судың аз келуін алады. Ол үшін не істедік? Сіздер білесіздер, былтырдан бастап бізге Қазақстан демеуінен Баянауыл ауданында лиман қалпына келтіру жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оған биыл бастаған былтыр, соны біз бұл жерде сол лиманды біз іске қосқан кезде қауіптің 50-60% азаяды. Неге? Лиманға біз су тоқтатамыз, шепкен. Бірақ та ол басталып, әлі нәтиже жетпегеннен биыл сол лимандардағы бөгеттерді біз ашып бердік. Өйткені ол жерге лиманға су кіргізбесек, судың бәрі анау арнасымен келіп, жаңағы мостқа тірелуі мүмкін. Ол жерде біз қайтадан артқа қарай Тендігі ауылына су қайтып келуі мүмкін. Соны біз қарастырып отырмыз. 2 рет көктем 25 жаттығуында осыны бақыладық, оның алдында барып бақыладық. Сол жерде шешім қабылданды. Мердігерлермен жаңағы бөгет тесілген жерде ашқызып, жаңа лиманның ішінде, ол жерде не? Лиманның ішінде су жайылса, судың келу көлемі бір ретте ана мостқа азаяды. Ол жерде білесіздер, Тендіктің алдында мост бар ғой, білесіздер ғой, бұрылыста, қиылыста. Ол жерге 3 арнадан келіп су қосылғаннан кейін, ол жерде судың көлемі көбейсе, енді кім болды? 15-ші жыл біледі ғой, сол мостта ортасы кішкене түсіп, кішкене ол жерде бізге бір үлкен қауіп болған. Одан кейін Көкдомбақ мосты бар, білесіздер, ол жерде 15 үй бар. Одан өткеннен кейін жаңа жолдың мостына келеді ол. Бүркіттің айналып, содан кейін білесіздер, Торайғыры. Мен неге білемін, ол жерде жұмыс істедім ғой. Сосын Торайғырдың жаңағы Жүністің бөгетіне, Жүніс бөгеті бүгін жұмыс істемейді. Ол жерде ол бөгеттен бөлініп жартысы 95 кетеді, жартысы 105 өтеді. Сондықтан 105-ті енді 2-3 жылда біз қалпына келтірдік. Бұл жерде Қазавтожол отыр, жұмыстар бітті. Ол жерде 2,5 метрге дейін жолдың полосасы көбейттік да, 2 су құбырын өтетін құралдарды құрдық. Сондықтан ол жерде енді ойлаймыз, сондай бір болжауымыз бар, ол жерге дейін біз жақсы келеді. Ең бастысы жаңағы Тендіктің жанындағы мосттың нагрузкасын азайту біздің мәселе. Ақжар мен Тоқада су деңгейі жоғары ма? Қайда? Ақжарда су деңгейі жылдағыдай, бірақ та оған Ақжардың әр қойманың өзінің бір жиналу көлемі бар ғой. Наследті қоймасының 100 000 гектар. Ақжарды одан төл, бірақ та жақта қар көп деген болжау бар. Соны енді жаңа айтып отқан, ол жерде Ақжарда бір несі басты мәселесі. Ол жерде мынандайға бізде 3 түрді су жіберетін мүмкіндік бар ғой. Природа бірінші санитарлық, екінші табиғатты қорғау, үшінші авариялық. Бұл жерде оларда ондай не жоқ. Ол жерде екі жағында переливной клапан бар. Толған кезде ол жан-жағына сбрасывать береді. 15 жыл үстінен кетті қосымшама. Сол үстіне кетпей, жан-жағынан кете берсе, орысша айтқанда там нету у нас клапана пропускной способности аварийной, природоохранной, санитарно аварийной, природоохранной. Там только работает сам это водохранилище, когда заполняется, переливной канал работает с клапаном, жібере береді жан-жағын суды. 15 жыл үстінен кетті қосымшама, сосын су көп келді бізге. Енді соны бақылап отырмыз. Енді ол жерде гидропост құрылды қазір.
бізде ана тазалық деген айтып тасқын деген программада бұл жерде тасқынмен біз любой күні ана жерден су қоймасынан жиналыс бойынша біздің жерде қандай су келеді екенін болжап отырамыз. Гидропост қойғызып жатырмыз уже Сатпаевта. Серік Бауырбаев, мына жаңа айтып жатсыз ғой, шідетті трассаның үстінен су өтіп кеткен кезде мынау қазір жол төтенше жағдайлар қызметкерлері барлығы оперативно қимылдап 2 сағаттың ішінде шешіп тастады. Мына Ақтоғай ауданында да көріп отырмыз, Қарасу, Жалауылы, оны былтыр сіздер шешіп тастадыңыз. Енді қауіп сейілді. Енді биыл мына бұрын Сілеті өзенінде жарылыс жұмыстары жүргізілмейтін. Сіздер биыл жүргіздіңіздер, осы 2-3 күнде жарылыс жүргіздіңіздер. Ол кездейсоқтық емес шығар енді. Ол қандай необходимость болды? Оны бұл жерде біз Павлодар облысы және Солтүстік Қазақстан, Ақмола облысының төтенше жағдайлар басшылар біріккесіп, бұл жерде енді жаңа білесіз ғой, Сілеті өзені ол басын Сілеті қоймасын алса, ол біздің Ақмола облысы өтеді, мына Изобильный, содан бізге келді, одан кейін қайтадан кішкене Ақмола, сосын Солтүстік Қазақстанға барады. Бұл жерде Сілеті өзенінің Жалаулы ауылында ең басты бір мәселе, ол жерде судың келе жатқан кезде ауылға 10 шақырым жетпей бұрылысы бар. Жылда сол жерде бөгет болатын, былтыр дұрыс айтыңыз, былтыр ол жерде тазарту жүргізді. Руслосының екінші биыл осы департаменттардың шешімі бойынша осындай жұмыстар қолға алынды. Өйткені судың көлемі руслодан жетпей қалса, мүмкіндігі жаңа арнаның өткізетін. Ол шығады да біздің Жалауылдан айналып өтеді. Шолақсордан айналып өтеді бер жағын. Бұл жерде қауіп бар. Бұл үшін екі мәселе қолға алынды. Жаңа айтқан бірінші Сілетінің өзенінің су арнасын тазалады. Екінші сол жерге Шолақсор ауылына біз жылда анау су құбырын өткізетін трубалар қойдық қой. Биыл біз ол жерге мост әзірлеп жатырмыз. Қандай стадия қанат мост проектирование? Проект бітсе, ол жерге біз жылда осы мәселені өтпеу үшін уже үлкен мост саламыз. Өйткені ол жерге қауіп жылда болады. Ол енді бір жыл су көп келеді, бірақтан арнаны өзгерте алмаймыз ғой. Арнаға сыймаған кезде ол шығып кетеді де, мына бер жағын айналып өтеді ауылда. Бірақ ауылға қауіп жоқ, ауыл айналып кетеді. Сондықтан ол жерге судың жиналатыны, ол ар жағында тағы бізде жаңағы электроненің КТП-сі бар. Сондықтан ана астындағы мүмкіндігін ұлғайтуымыз керек. Оны жай трубамен шеше алмай тұрмыз. Сондықтан биыл жерге проект жасайын деп қолға алдық. Дұрыс айтасыз, былтырғы жыл көптеген нәрсеге басқа түрлі қарауға мүмкіндік берді ғой бізге. Ол өте дұрыс сұрақ, өйткені ол жерді жармасақ, ертең мұздар кеп кептетіліп, судың көлемі көп болса, ауылға да кіріп кетуі мүмкін. Сондықтан алдын алу жұмыстары жүргізілді. Бұны біз жай емес, жайда соға біз айттық қой, осыдан 3 күн бұрын біз 3 облыстың төтенше жағдай басшылары кездесіп, осындай шешім қабылдап, Ақмолада, біз де Солтүстік Қазақстанда осындай жұмыстарға кірістік. Ол бір Шолақсорда емес, өйткені барлық сол Сілеті арнасы бойынша жүргізілді. Жарылыс жұмыстарын жүргізген төтенше жағдай департаменті ғой. Жоқ, қаражатты біз аудан берді. Қаражатты біз аудан бердік. Бұл кісілер қадағалау, дұрыс өткізу, адамның қауіпсіздігін осы кісілерді. Так, в целом, в рамках подготовки к паводковому периоду хочу отметить, что планово проведены ряд комиссий по чрезвычайной ситуации, был составлен и утвержден Акимом области план инженерных работ, который заключался в 47 мероприятий. К паводковому пришли 36 в полном объеме, были реализованы. В целом, в рамках данных мероприятий у нас были возведены защитные дамбы, это порядка 18 километров. Установлены 24 водопропускные трубы, были отремонтированы, построены 4 отводных канала. Это в целом работа, я думаю, в комплексе должна снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций на данных участках. Как Серик Барлубаевич отметил, 36 населенных пунктов у нас находятся на контроле. В этом году активно используется программа Таскун, которая позволяет нам с учетом всех факторов, показателей, промерзания почвы, влагозапасов, осадков, прогнозировать и показывать наиболее такие участки, где возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Непосредственно департаментом на основании данного анализа
разработана, утверждена группировка сил и средств. Это порядка 2000 сотрудников и работников Департамента по чрезвычайным ситуациям, Департамента полиции, Национальной гвардии и непосредственно основная группировка это местных исполнительных органов. Также туда входит 700 единиц техники, различная это вспомогательная, специальная, инженерная техника, которая будет задействована в случае реагирования, и порядка 24 плавательных средств. Вся эта группировка разделена на эшелоны, то есть в случае поступления информации о чрезвычайной ситуации, первый эшелон выдвинется незамедлительно, как вот в докладе прозвучало, в перелив и перелив. Первые силы средства прибыли и незамедлительно в течение 2 часов ликвидировали все угрозы чрезвычайной ситуации. Работа в данном направлении продолжается, как я сказал, то, что это плановые работы были проведены. Есть также оперативные мероприятия, тут взрывные работы, резка льда. Также департаментом в рамках учений, вернусь к этому, то, что у нас в рамках учений Коктем-2025 штаб был развернут непосредственно в Баянаульском районе. Там командно-штабная машина у нас была установлена, и сейчас она передислоцирована непосредственно на границу с Карагандинской области, в селе Панашсатпаево она развернута. В онлайн-режиме она передает всю информацию. В случае ухудшения мы готовы оперативно среагировать. И все условно сценарии наихудшие были в рамках учений в этом селе отработаны. Это эвакуация населения, отгон скота на безопасные места, также работа людей, которые в случае угрозы там, прорыва, размыва показали работу по заготовке энергетических материалов и непосредственно укладке мешкотары. Вся работа в данном направлении ведется, проводятся сходы, обходы, это порядка 250 рейдов было проведено. 1500 обходов населения подворовых. В целом мы открыты, и все действия у нас в электронном, на сайтах размещены, и также памятки мы вручаем. В этом направлении работа продолжается. Да, пожалуйста. Сумму назовите конкретно, какая есть в резерве бюджета для я сейчас не могу точно сумму, я же резерв у нас, я не только на паузу производит, он производит на 7 мероприятий, но я же не могу сейчас сумму точно. Я скажу, что это в процентном отношении точно 5% от суммы бюджета области, 476 миллиардов бюджета области. Вот. Я вам до копейки не могу назвать, не буду сейчас обманывать, вводить заблуждение. Если необходимость есть, письменно ответим. Хорошо, спасибо. Аз дедік. Қазір міне күн жылында қар еріп жатыр. Енді осылай күнде осылай күннің жылуына байланысты қар күрт еріп кетсе, біздің техника мен мамандар алдын алуға қаншалықты дайын? Жаңа сізге мына мәлімет берді ғой, департамент басшысы. Айттық қой, бізде 700 бірлік техника бүгін ұжым ол дайын. Оның ішінде жаңа 2400 адамдай, оның ішінде жаңа төтенше жағдай бар. Біздің оның жаңа бөлімдері бар, басқа да Нацгвардия бар, бәрін адамдар бөлінген. Бірақ та бүгінгіде ондай бізге қажеттік жоқ болып тұр. Бірақ та олар бар. Екіншісі техника деген әр ауданда біз енді сіздер соцсеттен көріп жүрсіз, менің парақшамда болды, аудандарды аралап, ауданның дайындықтарын көріп шықты. Жоқ дегенде 30-дан 70 техника дейін бар. Ол жерде коммуналдық меншіктегі техника, сосын жаңағы жол, автожолдың мүмкіндігі, одан басқа жергілікті жеке меншіктің мүмкіндігі, өйткені олар қыстыгүні мердігер ретінде сол жолдарды ұстап тазалайды. Сондықтан бүгін қауіп жоқ, техникаға бізде тапшылық жоқ. Бізге мына мемлекет бойынша біздің облысқа төтенше жағдай бойынша техника керек деген ондай бізде жоқ. Өзіміздің жаңа Аустанбек Нұрлановичтің айтқандай өзіміздің мүмкіндігіміз бүгінгі жетіп тұр. Міне бүгін дұрыс айтып отырсыз, 3 күн қар еруге байлаған кезде әр жерде ахуал болмас үшін біз осы істеп жатқан істі бір үйдің ауласында суға кетіп барсақ, оның ертеңгі нәтижесі. Сондықтан күні түні 7-24 дейді ғой жұмыс істеп жатыр.
аудандық әкімдер ешкім қай жерге шығуға болмайды, орнында олар оперативті түрде шешім қабылдау керек. Оны біз мүмкіндік бердік. Олар сол жерде шешім қабылдағаннан кейін жаңағы ГЧС ол жердегі аудандық бөлімі міндетті түрде сол жерге барып бірге, енді оны 2-3 учениеде осының бәрін жаттықтыру жасаған нәрсені осы 2-3 күнде дәлелдедік. 2-3 жылда осындай қауіп болған кезде, жаңа бір ауылда қауіп болған кезде, өйткені таудың ішіне сол жерде үйдің ауласына кірсе, үйдің ішіне кіргізген жоқ. Өйткені ол іс жаңа сіз айтқан сұраққа ол жердегі мүмкіндік бар ма жоқ деген кезде 2 сағаттың ішінде сол жерде передовой жол дейді ғой, бірінші қатара тұрған техника сол жерге жетіп, жергілікті әкіммен бірге қосылып, мүмкіндікті мотопомпаны санын айтайын мен сізге, өте көп мен айтқан жоқпын, өйткені оны айта берсең өте мотопомпа где-то 366 мотопомпа бар. Ол одан басқа былтыр біз резервтан 2 үлкен насос алдық. Ол өте мүмкін. Біреуін Екібасқа бердік, жаңа біз білгенде біреуін Ақтоғайға бердік. Ал енді төтенше жағдайдың мүмкіндігіміз Баянауыл қойдық. Сондықтан біз мүмкіндігімізді жан-жақты және қауіп бар елді мекендерге бірдей қойып отырмыз. Бірақ та біз Ақтоғайдағы мотопомпа үлкен 600 литр в секунд дейді, ол өте үлкен. Оны біз шасси қойдық, керек қажет болса Павлодар облысының әр елді мекенін жеткізуге оған 2 сағат қана керек. Ол тіркеліп алады, алатта бұрынғыдай кран керегі жоқ, оны уақыт жоғалтпаймыз, ол шассида тұр, аратта күліп түседі ол, қай керек қажет етеді. Енді бүгін мен таңертең сағат 6-тан 7-ге дейін, кешке қарай біз өйткені түндегі жағдайды біз таңертең 6-тан 7-ге дейін, одан қалды кешке қарай барлық аудан әкімдерімен чат арқылы және керек болса телефон арқылы байланыстамыз. Мен айтайын, анау перелив болған жерде жаңа айттық қой, республика трасса 4:35-те болды түнде. 4:35-те болды, уже 5-те ол жерде бірінші адамдар барды, өйткені ол жерде қауіпсіздік қой. Ең бастысы полициямен бізде осындай бірге жұмыс істейтін мүмкіндік бар. Полиция бар, ограничение болды, содан кейін уже соның судың деңгейін азайтуға Қазавтожол бар, жаңағы төтенше жағдай бар, бірге кірісті. Біз таңертеңге маған берген 9-дағы мәліметте ол жерде судың көлемі почти жоқ болды. Сондықтан дұрыс айтып отырсыз, бұл жерде саны емес сапасы керек, и оның сапасы іште іс-қимылы керек. Іс-қимылда алгоритм дейміз ғой. Мен ауыл әкімдеріне бізден талап қояды. Бір ауылда бір ауланы су басатын болса, ол ауылдың мүмкіндігін ғана емес, жанындағы ауылдар мүмкіндігін пайдалану керек. Өйткені жұмыла көтерген күш жеңіл дейді ғой. Өйткені ол ана кішкентай бір мотопомпамен 5 сағат нетемен, жанынан мотопомпа алып келсе 2 сағатта бітіремін. Өйткені түсінеміз, халықта қазір үйренді. Енді біз ішке ештеңені жасырмаймыз, бәрін сіздер біз жасырсақ та халық жасыртпайды. Сейчас возможность есть что-то скрыть. Если мы скроем, через час паутина будет знать полностью. Поэтому самое главное, сейчас задача заключается в совместных действиях независимого департамента ЧС с его отделами в районах местных исполнительных органов и хозяйственных субъектов, которые находятся на территории данного сельского округа, независимо, чьей собственности находится. Это предотвращение, после этого мы имеем такую возможность при локальных вещах привлекать всех, кто там находится. И они сами откликаются очень, скажем так, быстро, хозяйственные субъекты, и при необходимости выделяют свою технику, пока до прибытия основных сил. Рахмет. Коллеги, пожалуйста, еще вопрос аппарата. Оны былай айтайын, мен сізге қазір қанша халық барын айта алмаймын, бірақ та ауылдарды айта аламын. Халық айттық қой жаңа 36-де болды, оның ішінде 8 ауыл Баянауылда, жаңа Аштай арнасында, 4 ауыл Ақтоғайда, ол жаңа айтып өткен жаңа Шолақсор бар, Жалаулы бар, Шілікті бар, Шұға бар. Бір ауыл неде қалды ертісте, ол жаңа Ұзынсу, Железинкада, жоқ ондай ауыл, Тереңкөлде ол немен Томарлымен Алтай, Успенкада Белоусовкамен Вознесенка, Шарбақта Красновкамен үш ауылында бір кішкентай ауыл бар, Красновкамен где хозяйственный субъект, как его,
Победа. Иә, тілімсе айтамын осы. Сосын Ақтоғай деді, Павлодар ауданында Розовка, Ефремовка, Рождественка, Заря бар, и сосын неде бар, Майский районында 2 ауыл, өзінің өз басы, тағы бір ауыл, сосын Қазы мен Қазантай Аққулда. Сондықтан санын өтірік алдамаймын мен малында. Ауылдар өйткені біз 52 болды. Сіздер білсек 52 ауыл деген болды. Неге оны біз тағы да аудандарын пысықтап шықтық? Ол ауылдарға біз қазір бюджеттен қаражат бөлеміз. 15-те бөлдік. 15-де биыл бастадық. Жаңағы бөгеттер жасау, каналдарды тереңдету. Ол бұрын біз ПДП-ні, план детальный план, ол жердегі елді мекеннің егжей-тегжей құрылысына байланысты құжат дайындау үшін ол жерде біз бұрын осыны назарға алмадық қой. Үй салу мәселесі, жаңағы тағы да құжаттардың, электроқұжаттардың мүмкіндігі, солай ана су несін былтырдан бестеп қосымша осыған талап қойып, қазір осыны 15 ауылға биыл қаражат бөлдік, қалғанын тағы да осы биыл қаражат бөліп, ол градостроительдік елді мекеннің мүмкіндігін градостроительдік документация, қазақша айтыңдаршы, көмектесіп жүріңдер. Градостроительдік документация. Қаулы аула құрылысының құжатын дайындауға осы талапты кіргізіп жатырмыз. Тасқын мәселесін қолға алып, соның ішінде талапта болады. Жаңа айтты ғой, бөгеттер жасау, каналдар жасау, суға бөгеттер жасау. Мынау Розовка сайда тұр ғой, өзі жылда соған Биыл оған қар шығару көлемін одан өте, сосын алдынан бөгет салдық. Биыл Розовканың ортасынан жол өтеді. Ол автожолдың жолы. Биыл мен Ермұрат полностью автожолдың маңайын барын Ермұрат шығардық. Өйткені біз бөлдік жауапкершілігімізді. 25 метр жолдың маңайы ол автожолдың құзырды. Солай ғой Ермұрат. Жақсап тазалап берді, 2 рет тазалап бізге. Басқа сай сосын былтыр бір кемшілігі болып, қарды дөңге апарып төгіп, сол қардың су қайтадан қайтып келді ауылға. Ол да бар, ол да кемшілік болды. Енді ауылдан шыққан қарды ол жерде енді жергілікті адамдар мен ақылдаспаған үлкен апарып төккен қайта су болып қайтып келді бізге. Биыл ондайды бәрін қолға алдық. Аудан әкімшілігі ішін тасыды. Жаңағы біздің Қазавтожол енді ең үлкен ұзын көшесі сол, соны тазалап берді. Сосын жаңағы су келетін жерлердің точкаларын жергілікті хозяйство субъект көмектесті. Жердегі үлкен мекеме білесіздер, Киров. Сондықтан қазір солар бәрі бірге істеп, қазір енді бүгін Розовкадан қауіп бүгінгі дейін көрген жоқпыз. Үй болмайды деп ойлаймын. Жақсы. Біз мына Қазавтожолға қатты сенетін болдық қазір. Ана жолы министр келді. Министр келетін алдында біз бір күн бұрын барып, Аққолға барып едік, мына жолды жауып отыр. Борандатып, сол күні боран болды. Енді қарасам Қазавтожолдың көліктері бірінен кейін бірі келіп тазалап жатыр да. Осыдан бастап сенім туып отыр. Қазавтожол жақсы жұмыс істеп отыр. Дұрыс айтасыз. Біздің министрдің жаңа көзқарасы өте сіздер ана жерде жаңа бекет салды. Бұрынғы 7 жыл қаңырап бос тұрған Қазавтожол жол бойындағы нені қазір министрлік өзіне алды. Ол жерде біз кешенді сервис орталық жады. Ой, о дегеніңіз қазір ол жерде мүмкіндік деген Аққол үшін 10 есе мүмкіндік ұлғайды десек аз емес. Өйткені ол жерде отдельный қосымшама тағы 2 машина берді. Оның үстіне мүмкіндігі жаңағы үлкен мүмкіндігі жолсыз жүретін техника берді. Сондықтан ол жерде енді сіздер білесіздер, анау біздің орманның басшысы ғой, Семейден келе жатқан Ленші Дебордың. Сол жерде мүмкіндік ұлғайды. Өйткені неде Шарбақты ауданында енді өзінің орталығы тұрса, бұл жерде шақада мүмкіндік кішкене шектеу болған. Енді ауылдан қалды Шарбақтан кірген жерде осыған өте министр көңілі өзі келіп ашып кетті. Өте жақсы орын, мүмкіндігін байқап жатыр. Бұл жерде сіздер білесіздер, екінші бір Қазавтожолда өтсе, екінші бір үлкен мәселе бұл жерде апаттық авария. Бізде облыс бойынша 8 авария болса, адам шығыды мен 14 осы жерде ең көп шығыс сол жерден шығып жатыр. Өйткені жолдың көлемі 2 полосада, и сондықтан бұл жерде кішкене соның бәріне көңіл бөліп министрліктің өте бір бізге облысқа әмбебап орталығы деп жатыр ғой. Енді ондай ашылған жоқ, бізде бірінші ашылды осы. Ол өте министрдің анау көлік министрімен келісіп бос тұрған дүниені анау заправканы алды, бір жеке меншік керу, мына жер бос тұрған, соны жөндеп өте бір жақсы, сондай бізге керекті, бізге ғана емес, ол Абай облысына, сол
Шығыс Қазақстан облысында керек дүние ғой сол жерде. Реформаны Бәрін шешті, көп, Резерваты. көп мәселені шешіп берді ол бізге. Сондықтан оны рас рахметімізді айтуымыз керек. Министрдің өз атына айттық сол жерде рахметімізді. Енді сондай недер ашылса, енді біз екінші мына Май ауданынан түзету республика трасса, оны да қолға алуымыз керек. Оны да айтып жатырмыз. Сондықтан бұл жерде енді ол кісілерді анализ жасайды ғой, бізді анализ жасайды. Кеше болды ғой, осы мәселе бойынша көліктер жүру мәселесі бойынша кішкене темадан болса, бірақ та ең көп апат сол жерде болды. Ана республика трассада емес, сол жерде болды. Именно мына жерде кішкене жолдың көлемі 4 жолақ емес, 2 жолақ болғаннан кейін сосын енді көбінесе енді өкінішке орай шығынның барына біздің көршілес облыстардан шығады. Бірақ та біздікілер де, бірақ та көбінесе бір аварияны 4 кісі кетті ғой. Сен барбай қазір күннің көп жылдан қардың еруі бұл сондай қауіп төндіріп ме, жоқ тез еріп кеткен жақсы ма? Енді тез еріп кеткен төтенше жағдай бойынша жақсы ғой, бірақ та ол енді күнде қатып отырса кішкене қауіптаз болшы. бірақ та енді табиғаттың толқын солай. Екінші, бұл жерде астары бар ғой. Бұл тез еріп кетсе, ертең жауын шашын болмаса, біздің өмірдің егістігі да бұл жерде біз дайын болуымыз керек оларға ұстап қалуға. Сондықтан болжам бар, ертең жауын жауады деген апрельде норма, да, в апреле будет в норме, да, осадки у нас, да? В апреле. И больше того. Сондықтан надеемся, что когда земля отойдет, жер тоны кеткен кезде жауын жауса, оның пайдасы көбірек болады. Қазір енді қардың ерігеніне, енді сіз де ауылда, мен де ауылдасыз ғой, қар күрт ерігенде оның қауыбы бар. Ауламызды басады. Ал енді қар күндіз еріп, түнде қатса, оның пайдасы жоқ, тағы да кетті. Ол ұшып кетті, ол күнде өмірзай. Енді әртүрлі мәлімет, бірақ та біз енді ауылдың адауылығы, мен ауыл шаруашылық жатаған кішкене қатынасы болғаннан кейін бұны да түсінемін. Біз ойлап отырмыз, қар еріп кеткеннен ертең егістік. Ол енді біздің облыста егістіктің барлық жұмыстары мамыр айында басталады, оған дейін ылғал сақтап қалуымыз керек. Ол да бар, енді қазір болжамдап отырмыз, сәуірде жауынның көлемі нормада, нормадан жоғары болады. Оған да біз сеніп отырмыз.